Баршаңызға сәлем. Каналыма тіркеліп пікір қалдырып лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге бүгін өте дәмді жұмсақ тауық қанаттарының маринадымен бөліспекшімін. Алдын ала жуып кептірілген тауық қанатына паприка, тұз, қант қосып және сонымен қатар маринадын дайындаймыз. Ол үшін бізге майонез, қызанақ пастасы және соя тұздығын араластырамыз. Дайын болған маринадымызды тауық қанаттарына біркелкетіп жағып шығамыз. Бір сағат немесе 1,5 сағатқа маринадтап қоямыз. Дайын болған тауық қанаттарын формаға саламыз. 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осымен тауық қанаттары дайын. Ас болсын.